Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиет сабағына қош келдіңдер. Бүгін біз атам төрде отырады тақырыбын жалғастырамыз. 4-ші сабақ. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақтың мақсаты мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау, ауызша мәтіндер құрауда қазақ тілдегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескеріп айту. Алдыңғы сабақта өткен жаңа сөздерді қайталаңыздар. Төр, почетное место, қария, старик, старец, пожилой человек, қонақ, гость, төрлетіңіз, проходите, пожалуйста, үлкендер, взрослый, старший человек, бата, благословение. Келесі тапсырмада дастархан әдебі мәтініне суреттердің қандай қатысы бар? Ойланыңыздар. Дастархан басында не істеуге болмайды туралы жазыңдар. Какое отношение картинки имеют к тексту об этикете за столом? Напишите о том, чего нельзя делать за столом. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. 8-ші тапсырманы орындайық. Жағдаят. Шетелдік досыңмен өз халқының дәстүрлері туралы сөйлесіп отырсыңдар. Оған қазақ халқының дастархан әдебі туралы айт. Диалогте жалқы есімді қолданыңдар. А теперь представьте себе такую ситуацию. Вы беседуете со своим другом, который живет за границей. И вы с ним разговариваете о традициях своего народа. Расскажи своему другу о том, как надо вести себя за столом у казахов. Используйте в диалоге имена собственные. Тамаша балалар, жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Ұлағатты сөздерді түсініп оқыңдар. Негізгі ойды анықтап, шағын мәтін жазыңдар. А теперь прочитайте эти цитаты и определите основную мысль. А потом напишите небольшой текст. Сонымен бірінші хадистен. Адам денесінде қарнынан өткен жаман ыдыс жоқ. Адам баласы бірнеше асап жеген тамақпен шектелсе де болады. Қажет болса, қарның 3/1 тамаққа, 3/1 суға, қалған 3/1 дем алып тұруға ажыратсын. Это отрывок из предания, где говорится: нет худшего сосуда в организме человека, чем желудок. Что человек может на несколько дней ограничиться в еде, которую он ест, но при необходимости надо, говорит, отделить 1/3 желудка для еды, 1/3 для воды и 1/3 для дыхания. Әлішер Науаи саулығыңды тілесең, артық ішіп жеме дейді. А вот великий мыслитель, тюркский поэт Әлішер Науаи говорит: если вы хотите быть здоровым, то не ешьте и не пейте слишком много. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі тапсырмада ұлағатты сөздерден жалпы есімдерді тап, сол сөздерді қатыстырып сөйлем құрап жатырмыз. А теперь с этих изречений найдите, выпишите имена нарицательные и составьте с ними предложение. Керемет. Енді өздеріңді тексеріңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.